Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жылдам, өте дәмді болып дайындалатын өзбектің алат самсасын бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жандағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізіп ұнымызды алып аламыз дайындап, және жылы суымызға бір ас қасық толтырмай тұзымызды салып, бір келкі болғанша араластырып дайындап аламыз. Бір жұмыртқамызды жарып саламыз, және ұнымыздың үстінен суымызда аз-аздан құя отырып қамыр илейтін боламыз. Және 2 ас қасық сұйық май қосатын боламыз. Қамырымыз орташа тығыздықта болады. Қатты емес, жұмсақ емес, орташа болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Осы аралықта арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін менде сиырдың етін пайдаландым. Майда қылып ұсақтап турап алдым, және бір бас пияз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және зира қостым. Барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Міне осыменен салмасы дайын. Және де қызанақтарымызды да дәл осындай формада кесіп алатын боламыз. Енді алдын ала илеп қойған қамырымызды алып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Менде әрбір қамырдың грамы 70 грамнан өлшеп алдым. Ол міндетті емес, егер таразыларыңыз болса, солай өлшеп алсаңыздар болады. Міне барлығын осылай дөңгелектеп алдық. Енді шетінен жаятын боламыз. Артық қамырларымыздың бетін жауып қоямыз. Сол кезде қамырларымыз қаясып қалмайтын болады. Оқтауымызбен жақсылап жайып аламыз. Жайып алған қамырларымызды алып, алдын ала дайындап қойған салмамызды саламыз, және үстінен қызанағымызды қойып шығамыз. Қамырларымыздың шетін бүктейміз, кішкене қолымызбен басыңқырап жібереміз. Сол уақытта ашылмайтын болады. Егер жабыспайтын болса, кішкене сулап жіберсеңіздер болады. Міне дәл осылай барлық самсаларымызды түйіп алатын боламыз. Осы уақытта пештеріңізді 190-200 градусқа қыздырып қоясыздар. Міне барлық самсаларымызды түйіп алдық. Енді сол суменен бетінің барлығына жағып шығатын боламыз. Суымызға ештеңе қоспаймыз. Қызып тұрған духовкаға дайын болған самсаларымызды 20 минут піскенше ұстайтын боламыз. Арада уақыт өткен кезде самсаларымыз осылай пісіп шығады. Барлық пісіп шыққан самсаларымыздың үстін бірінші суменен сүртіп шығамыз. Содан соң кәдімгі сары майменен жақсылап барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Міне осыменен самсамыз дайын. Әп-әдемі болып толықтай пісіп шықты. Дәмі деген керемет, өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне арасын үзіп көрсетіп жатырмын. Арасында етіміз де толықтай пісіп шығады. Каналымда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецепттер бар. Міндетті түрде қарап шықсаңыздар болады. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.